Әріптестер, барлығыңызға да қош келдіңіздер деп айтпақпын. Еңбектеріңіз жемісті болсын деп тілек білдіре отырып, бүгінгі вебинарымызды бастаймыз. Бүгінгі вебинардың тақырыбы біздің кіші жастағы балалардың дарындылығын дамыту ортасын ұйымдастыру деп аталады. Бастауыш мектеп оқушы тұлғасы мен санасының дамуы қуатты жүретін ерекше құнды қайталанбас кезең. Сондықтан бастауыш білім үздіксіз білім берудің алғашқы басқышы, қиын да жауапты жұмыс. Бастауыш мектеп балаға белгілі бір білім қана қоймай, оны жалпы дамыту, яғни сөйлеу, оқу және қоршаған орта жөнінде дұрыс көзқарас қалыптастыру, жағдайларды объективті түрде бақылап, талдау жасауға үйрету, ойын дұрыс айтуға, салыстыра білуге, дәлелдеуге, сөйлеу мәдениетіне үйретеді. Енді біз осы қала бойынша 24-ші мектеп жылма-жыл қалалық және облыстық, сонымен қатар республикалық бастау турниріне қатысып жүрміз. Осы жетістіктерімізді сіздердің алдарыңызға ұсынамыз. Ол қала мен облыс деңгейінде, ол бірінші орында республика деңгейінде гран-при бірінші және екінші орындарға ие болып келеміз. Биыл да республикалық бастау турнирінен биылға 2019-2020 оқу жылында бірінші орынға ие болдық. Әрине, бұл көрсеткіштер ол бір күннің ішінде немесе бір айдың ішінде дайындалып берілген көрсеткіштер емес. Бұған үнемі дайындықтың нәтижесі, үнемі дайындықтың жүйелі түрде болуының нәтижесі деп ойлаймын. Енді мен сіздердің алдарыңызға осы бастау турниріне байланысты кейбір есептердің шығару жолдарын, яғни оқушы балаларға осының дұрыс жолдарын және тез, тиімді жолдарын қалай игерудің бірнеше тәсілдерін ұсынғым келеді. Мысалға, мынандай есептің түрлері бар. Қосынды және айырма мәселесі. Мысалға, есепке қарайық. 2 қорапта 42 алма бар. Бірінші қорапта екінші қорапқа қарағанда 8 кг алма кем болса, әр қорапта неше килограмм алма бар. Яғни, бұл жерде кешірім сұрайын, 1 минутқа. Экранымыз көрінбей қалды. 1 минут, амандық, экран көрінбейді. 1 минут техникалық үзіліс. Қосамауын бермеді. Міне енді экран көрінді. Әр қорапта неше килограмм алма бар. Бұл есеп, яғни қосынды айырма мәселесіне берген болғандықтан, сызба арқылы берген балаларға түсіндірген өте тиімді. Мысалға, мына суретке қарасақ, есептің шартына қарайтын болсақ, бірінші қорап, бірінші кесінді, екінші қорап, екінші кесінді арқылы берілген. Және бірінші қорапта екінші қорапқа қарағанда 8 кг алма кем болса дейді. Керісінше, екінші қорапта бірінші қорапқа қарағанда 8 кг алма артық деп береміз. Ал барлығы 42 кг. Бұл жерде біз не істейміз? Бұл жерде артық мәселені 8, яғни барлық берілген алманың массасынан 8 кг артық болған екеуінде де теңестіру үшін артық болып тұрған немесе жетпей тұрған 8 кг-ды азайтып жібереміз. Яғни теңестіруге бағыштаймыз. Сонда өрнек шығады. 42 мен 8-дің айырмасы, яғни айырмашылық, сонда теңестіріп жібереміз. Оны 2-ге бөлеміз. Өйткені тең, яғни әр қораптағы, егер тең болса, әр қорапта 17 кг-нан болар еді. Бұл бірінші қораптағы алманың массасы. Ал енді қайтып банаға азайтып тастаған бөлігімізді енді мынау екінші қорапқа қосамыз. Сонда 17 мен 8-дің қосындысы 25 кг-ға тең. Бұл екінші қораптағы алманың массасы болып табылады. Мұндай есептерді шешудің 2 жолы бар. Бірінші кем шамаға теңестіру, екінші артығына теңестіру. Мысалы, екіншісіне қарағанда бірінші қорапта 8 кг кем алма болғандықтан, бірінші қорапқа 8 кг алма салсақ, екеуіндегі алма салмақтары теңеседі. Онда 2 қораптағы алма массасы да артып, 42 мен 8-дің қосындысы, яғни үлкенге теңестірген кезде қосып жібереміз банаға 8-ді. Сонда 50 кг болады. 2 қораптағы алма теңесіп қалғандықтан, әлде біреуінде, яғни
50 мен 2-нің бөлінісі 25 килограмм, бұл екінші қораптағы алманың массасы, ал бірінші қорапта сол 25 пен 8-ің айырмасы, манағы 8 азайтып жүреміз, 17 килограмм. Бұнда есептің шешудің екі жолы бар екен. Сонда кем шамаға теңестіру немесе артығына теңестіру, екеуіне де теңестірген. Немесе бірінші жолымен де шығаруға болады мұндайды есептерді, немесе екінші жол артығына теңестіру арқылы да шығаруға болады екен. Енді мынандай бір есеп сіздерге ұсынып отырмын. Осы әдіске салып шығаруға болады. Бір санның екінші саннан 113 артық, ал екі санның қосындысы 337-ге тең. Сол сандарды табыңыз. Бұл қазіргі біздің жаңа оқулықтарда, бағдарлама бойынша, жаңартылған бағдарлама бойынша да осындай есептер келіп жатыр. Осындай есептердің тиімді және тез шығару жолын оқушыға қалай үйретуге болады. Ол үшін не істеуге болады? Яғни, манағы сияқты кемін азайтып тастап, теңестіріп жібереміз. Яғни, барлығынан манағы артығын немесе кемін азайтып, оны 2-ге бөліп жібереміз. Сонда бізде 112. 112-ге манағы алып тастаған санды қосамыз, сонда 225. Ол 112 мен 225 сандары екен. Міне бұлай оқытса, бұлай осы жолдарын тиімді пайдаланса, оқушыларға ол шығару жолы түсінікті болады деп ойлаймыз. Немесе қосынды айырма мәселесі. Екі қорапта 42 килограмм алма бар дейді. Бірінші қорапта екінші қорапқа қарағанда 8 килограмм алма кем болса, әр қорапта неше килограмм алма бар. Яғни бұны сызбасын біз сіздермен моделін сызып жүрміз. Сол модель тақырып қосынды кесіндіні алайық. Бірінші қорапта екінші қорапқа қарағанда 8 килограмм алма кем дейді. Есептің шартында берілгендіктен біз екінші қорапта керісінше 8 килограмм алма артық деп аламыз. Ал екеуінде барлығы 42 килограмм алма. Шығару жолы қалай болады? Мінеки теңестірдік, және міне 8 килограмм екінші қорапта бірінші қорапқа қарағанда 8 килограмм артық деген шықты. Енді не істейміз? Міне 42 барлығынан азайтамыз, мінеки осы айырмашылықты. Екеуіне теңесу үшін кедергі жасап тұрған айырмашылықты азайтамыз. Және оны 2-ге бөліп жүреміз, яғни теңестіріп жібереміз. Сонда 42 мен 8-ің айырмасын 2-ге бөлген кезде 17 килограмм азы ол бізде бірінші қорап бойынша айтылды. Екінші қорапта керісінше сол манағы алып тастаған 8-імізді енді сол бірінші қорапқа есептің шарты бойынша екінші қорапқа қосамыз. Сонда 17 мен 8-ің қосындысы 25 килограмм. Бұл екінші қораптағы алма екен. Яғни мұнда есептердің шешу жолдары қалай? Бұны екі түрлі жолмен шығаруға болады. Кем шамаға теңестіру және артығына теңестіру. Мысалы, екіншіге қарағанда бірінші қорапта 8 килограмм кем болғандықтан, бірінші қорапқа 8 килограмм алма салсақ, екеуіндегі алма салмақтары теңеседі. Онда екі қораптағы алма массасы да артып, яғни 42-ге манағы 8-ді бірінші қосып аламыз. Сонда 50 килограмм болады. Екі қораптағы алма теңесіп қалғандықтан, әлде біреуінде, яғни 50 мен 2-нің бөліндісі, бұл 25, бұл екінші қораптағы алманың массасы, ал бірінші қорапта есептің шарты бойынша одан 8 килограмм кем деген. Ендеше бірінші қорап 25-тен азайтамыз 8-ді, яғни 25 пен 8-ің айырмасы тең болады 17 килограмм. Бұл яғни артығына теңестіру. Мана бірінші жолында кеміне теңестіру болса, бұл жағдайда артығына теңестіру болып табылады екен. Енді мынандай есепті сіздердің алдарыңызға ұсынып отырмын. Бір санның екінші саннан 113 артық, ал екі санның қосындысы 337-ге тең табылыңдар. Бұл қазір бізде мүмкіндік деңгейге байланысты оқулықта да осыған ұқсас тапсырмалар бар. Сондықтан да оқушыларға осының шығару жолының тиімділігі, яғни қалай оқушы қиналмай шығаруға болады, сондай мүмкіндікті қарастыру керек. Ол үшін біз манағы ережемізді қайтып аламыз, яғни 337 мен 113-тің айырмасы, яғни айырмашылықты азайтамыз да 2-ге бөліп жібереміз. Сонда 112 шығады. 112 ол бірінші сан, ал екінші сан манағы айырмашылықты қайтып қосып аламыз. Сонда 112 мен 113-тің қосындысы 225-ге тең. Біз кеміне теңестірдік. Ал енді артығына теңестірейік, немесе манағы 337 мен 113-тің қосындысын
яғни артығына теңестіріп жібердік, бөліп жіберейік екіге, сонда 450. Енді 450-ді теңестіріп жіберейік, екіге бөліп жіберейік, сонда 225. 225 мынау екінші сан шығып тұр артығына теңестіргендіктен. Енді артығынан манағы айырмашылықты азайтамыз, сонда 112 ол бірінші сан болып шығады екен. Енді келесі мәселе артық қалу және жетпей қалу мәселесі бойынша қарастырылатын есептер. Мен сіздердің алдарыңызға мына есепті ұсынып отырмын. Бір қорап кәмпитті әр балаға 6-дан берсек, 36 кәмпит артық қалады. 8-ден берсек, 4 кәмпит жетпей қалады. Балалар нешеу, кәмпит саны нешеу. Яғни бұл осы артық қалу және жетпей қалу мәселесіне байланысты есеп берілген. Бұл есепті шығару жолының тиімді жағы қандай? Шығарып көрейік. Артық қалған сан мен жетпей қалған сан берілген. Кәмпит санын бөлуге қатысқан адам санына бөлу керек. Кәмпит санын бөлуге қатысқан адам санына бөлу керек. Ол үшін заттар айырмашылығын үлестіру айырмашылығына бөлу керек. Бұл айырмашылығына бөлу тәсілі деп те аталады. Яғни айырмашылығына бөлу тәсілі деп аталады. Ол үшін не істейміз? Манағы артық қалған және кем қалған екеуін біріктіріп жібереміз жақшаның ішіне, бөлеміз және қатысқан адамдардың санының айырмашылығына, яғни 36 мен 4-тің қосындысын бөлеміз 8 пен 6-ның айырмасына. Сонда 40 пен 2-нің бөлінісі ол 20, бұл баланың саны. Енді кәмпиттің санын анықтайық. Есептің шартына тағы да үңілеміз. Яғни 20 бала болса, 6 мен 20-ның көбейтіндісіне қосамыз манағы 36-ны. Сонда шығады 156 кәмпит, бұл кәмпиттің саны, баланың саны 20, ал кәмпиттің саны 156 болады екен. Тағы да қайталап өтейін, бұл айырмашылығына бөлу тәсілі деп аталады. Яғни тағы да жетпей қалған сан мен артық санды қосып жібердік те, оның адамдардың айырмашылығынан бөліп жібердік. Ары қаратай алгоритм бойынша шығарылады екен. Еселікке байланысты есептерге назар аударсақ, кейбір есептер мінекей қазір оқулықтарда да бар, бастау турнирінде де бар. Жалпы дарынды баланы дамытуға арналған қазір есептер жинақтарында да осындай есептер көп кездеседі. Мысалға, мектеп 360 кітапты 2-ші сынып пен 3-ші сыныпқа бөліп бермекші. Барлығы мінекей 360 кітап, оны 2-ші және 3-ші сыныпқа бөліп бермекші. 3-ші сыныпқа бөлінген кітап, 2-ші сыныпқа бөлінген кітап санынан 2 есе артық. Еселікке байланысты есебе әр сыныпқа қанша кітаптан берілген. Есептің мазмұнын тағы да бір рет оқып шығыңыздар. Мектеп, яғни 360 кітапты 2-ші және 3-ші сыныпқа бөліп бермекші. 3-ші сыныпқа бөлінген кітап, 2-ші сыныпқа бөлінген кітап санынан 2 есе артық. Әр сыныпқа қанша кітаптан берілген дейді. Енді еселікке байланысты есепті кесінді сызу арқылы шығарған тиімді. Мысалға, мен кесіндісін сіздерге ұсынып отырмын. 3-ші сыныпқа берілген кітаптар саны 2-ші сыныпқа бөлінген кітаптар санынан 2 есе көп. 2 есе көп болғандықтан 2-ші сынып кітап санын 1 кесіндімен, ал 3-ші сыныпқа берілген кітап санын 2 кесіндімен белгілейміз. Сызбада тұр 1 кесінді және 2 кесіндімен. Жалпы 3 бөлікке бөлінген. Жалпы 1 бөлік, 2 бөлік және 3 бөлік. Кітап санын жалпы бөлікті, кітап санын 3-ке бөліп, 1 бөліктің мәнін табамыз. Ол үшін 360 ол барлық кітаптың саны болғандықтан бізде 3 бөлік бар, 3-ке бөліп жібердік. Сонда тауып аламыз. 360 пен 3-тің бөлінісі ол 120 және 120-ны арғата 2 есе, мына жерде есептің шартымен 2 есе көп болғандықтан деген, сондықтан да 120-ны 2-ге көбейтіп жібереміз. Сонда 2-ші сыныпта 120, ал 2-ші сыныпта 240. Яғни мына жерде міне кесіндіні бөліктерге бөліп жіберіп, кесінді ретінде бөліктерге бөлік ретінде алған өте тиімді. Және шығару жолы да өте оңай, қиын емес. Яғни балалар көбінесе таңдау әдісін пайдаланады, оған қарағанда міне осылай шығарған оқушының уақытында мұғалімнің түсіндіруіне де жеңіл болады деп ойлаймын. Енді биылғы бізде жазы кезінде республикалық бастау турнирі өтті. Сіздердің алдарыңызға соның бір есебін ұсынып отырмын. 9 достардың бірнешеуі қол алысты. Біріншісі біреумен ғана, екіншісі 2 рет, үшіншісі 3 рет ағартай кете берді. 8-шісі 8-мен ғана қол алысты. Есептің сұрағы. 9-шы кіммен қол алысты? Ал әріптестер,
Қанекей шығарып көрейік. 3 минуттай уақыт берейік, қанекей өздеріңіз есептеп шығарып көріңіздер. Жауаптарыңызды жазуға да болады, немесе айтуға да болады микрофонды қосып. 9 достардың бірнешеуі қол алысты. Біріншісі біреумен ғана, екіншісі 2 рет, үшіншісі 3, төртінші 4, ары қарай кете береді енді. Жетінші 7, сегізінші 8-шіне. 9-шы оқушы, яғни 9-шы адам, ол кімдермен қол алысты? Сіздерден жауап күтемін. Бұл мінекей 2-ші сыныптың оқушысына арналған есеп. Яғни бастау республикалық және облыстық қалалық деңгейіндегі өтетін берілген тапсырмалар өте күрделі, сондықтан да кішкене амалған мәселеді алға кішкене қою керек. Сұрақтарыңыз болса, ұсынуды сұраймын. Микрофондарыңызды ақындатыңыздар. Микрофонды кімнің жауабы дайын, құрметті әріптестер? Микрофондарыңызды қосуға рұқсат. Құрметті әріптестер, Мұрат Агибаев, сөндіріңізші неңізді. Артық микрофонды сөндірейік, тек қана тапсырмаға байланысты, жұмысқа байланысты ғана қосылайық. Кімнің жауабы бар? Әріптестер, ұсынамын. Жауаптарыңызды болмаса жазыңыздар, мына жерден чаттан да қарауға болады. Әріптестер, бір ғана минутымыз қалды. Белсенді танытамыз. Әріптестер, жауап бар ма деген тағы сұрақ. Егер де жауап болмаса, мен сіздерге жауабын ұсынайын. Яғни жауабы 5, 6, 7, 8-ші адамдармен ғана қол алысады екен. Оны енді өздеріңіз мынау оқушыларға түсіндірген кезде практикалық жолмен де түсіндіруге болады, немесе сызба арқылы, схема арқылы да көрсетуге болады екен. Тағы да бір есепті сіздердің алдарыңызға ұсынамын. Мысалға, осындай есептер өте көп кездеседі, және оның шығарудың тиімді жолы. Бір ағашты 4 бөлікке бөлу үшін 12 минут кетсе, 8 бөлікке бөлу үшін қанша уақыт кетеді? Осы жерден балалар өте асығыстық жасап, қателіктер жіберіп алады. Ол үшін не істеу керек? Мысалы, шешуі 4 пен 1-дің айырмасы 3 рет кесіледі. Әр кесуге, яғни 12 мен 3-дің бөлінісі 4 минут кететін болғандықтан 8 бөлікке бөлу үшін, яғни 8-ден мына 1 бөлік шетіндеген азайтамыз. 7 бөлік 7 мен 4-дің көбейтіндісі 28-ге тең. Яғни артық мінекей 1-ді азайтамыз. Одан кейін 12 мен 3-дің бөлінісі, яғни 1 кесілімге қанша уақыт кететінін анықтап алып, арада есепті шығара береді екенбіз. Мынандай есепті де ұсынып отырмын. Алдыңғы
өткен кімде-кім күз кезіндегі семинарға қатысқан болса, осы есепті мен тағы да ұсынып отырмын. 5-ші қабаттан түсіп келе жатқан Арман 100 баспалдақ санады. Егер ол 2-ші қабаттан түсіп келе жатса, неше баспалдақ санар еді? 5-ші қабаттан түсіп келе жатқан Арман 100 баспалдақ санады. Егер ол 2-ші қабаттан түсіп келе жатса, неше баспалдақ санар еді? Есепті мұқият оқып алайық. Жиырма. Тағы да ұсыныстар. Рахмет. 40 баспалдақ санайды. Тағы да ұсыныстар. 40. Иә, 20-дан бір қабат 20-дан сонда 40 қой. Екінші қабат. Дәлелдеп жіберіңізші. 100-ді бөлеміз ғой 5-ке. 100 баспалдақ 5-ші қабаттан қойдыр. Сонда 40. Сонда ол 2-ші қабаттан түсіп келе жатса, неше баспалдақ санар еді? Сонда сіздің пікіріңізше 40 баспалдақ. Тағы да басқа ұсыныстар бар ма? Рахмет жауабыңызға. Әріптестер уақыт тапшылық етіп тұр, сондықтан да жауабы иә. Енді қалай осы есепті шығаруға болады? 1-ші қабатта баспалдақ болмағандықтан бәріміз де қазір білеміз иә. 5-ші қабатқа дейін 4 аралық бар. Период дейміз иә. Яғни әр қабатта сонда 100-ден, мына 5-тен 5-ші қабаттан бірді алып азайтып тастаймыз, өйткені 1-ші қабатта баспалдақ жоқ иә. Сонымен әр аралықтағы, әр аралық мінекей 4 аралық, енді 100-ді 4-ке бөліп жүреміз, 100 бен 4-тің бөлінісі 25, яғни бір аралықта 25 баспалдақ бар. Ал 1-ші қабаттан 2-ші қабатқа дейін бір аралық болғандықтан, 2-ші қабатқа мына 2 мен 1 аралықты азайтып тастадық, сонда 25 баспалдақ. 25 баспалдақ. Мінекей, қалай есептеу керек екен түсінікті иә. Мінекей, аралықты санаймыз, 1-ші қабатта болғандықтан оны азайтып тастаймыз. Ал 2-ші қабаттағы, 1-ші қабаттағы бірақ аралық 2-ші қабат пен 1-ші қабаттың арасында бірақ аралық болғандықтан, яғни мінекей 2-ден 1-ді азайттық, оны 25-ке көбейттік. Сонда 25 баспалдақ бар екен. Енді осындай тапсырмалар арқылы оқушылардың білімін тереңдетумен қатар, оның дарындылық және шығармашылығын да дамыту жолында мына идеяларды, мына қағидаларды есте сақтаған жөн. Мұғалім енді өз пәнін терең білгендіктен, оны балаларға жай ғана қарапайым тілмен өмірмен байланыстыра беріп отыру қажет. Манағы баспалдаққа байланысты есепті де, манағы ағаш кесу байланысты есепті де өмірмен байланыстырып отырса, балалар оны тез ұғып алады. Олар яғни көргендерін үнемі өмірде, яғни өмірде көргендерін есептің шығару жолында пайдаланады. Мұғалім оқушылардың жеке басының психологиясын, жан дүниесін жете біліп, әр оқушының жүруіне жол табу білу қажет. Әрбір сабақ енді өз дәрежесінде өтіп отырса, нұрдың үстіне нұр болар еді. Тыңдағандарыңызға мың да бір рахмет. Осымен мен өзімнің қысқаша ғана өзімнің сабақта жүргізіп жатқан, яғни дарынды балаларды дамытуға арналған тапсырмалармен сіздермен бөлістім. Рахмет. Ал енді сөз кезегін өзімнің әріптесім Каримова жазасыз. Сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгінгі менің қарайтын тақырыбым оқушылардың қисынды ойлау қабілетін дамытуда логикалық есептердің шешу жолдары. Енді мен сіздермен бірден келісіп алғым келеді. Бүгінгі уақытымызды сіздермен бірге жұмыс істейтін. Мен баяндаушы ретінде емес, сіздер тыңдаушы ретінде емес, бәріміз бірігіп жұмыс істесек деп ойлаймын. Енді баланың логикалық ойлау дағдысын бірден дамыту мүмкін емес. Сол себептен бірінші сыныптан бастап танымдық тапсырмалар, қисынды есептер арқылы оқушының интеллектуалдық және шығармашылық қабілеттерін ашып, оларды өрбіте түскен дұрыс. Бүгін мен мына есептердің шығару жолын алгоритміне тоқталып өткім келеді. Яғни осы біздің бастауыш сыныпта есептердің шығару жолында мынау әдіс тәсілдер өте бізге алгоритмі өте
жұмысымызды жеңілдетуге көмектеседі. Яғни бүгін танысатынымыз бұл прокрус әдісі, комбинаторика, Дирихле принцип есептер, жиын және әртүрлі есептер. Енді барлығыңызда білесіздер, прокрус ол әйгілі қарақшы ретінде біздің бәрімізде білеміз. Қарақшы прокрустың есімі ежелгі Грекияның мифологиясынан танымал екен. Оның айуандық әдісі артықты кесу, жетпегенді қосу математикалық есептерде шешуде бізде өте тиімді. Сондықтан біз қазір бірінші есебімізді шығарсақ, мен өзім оқып берейін есептің мазмұнын. Марат пен Серіктің екеуінде 100 теңге бар. Мараттың Серіктен 26 теңгесі артық. Балалардың әрқайсында қанша теңге бар? Осы есепті шығару жолында бізге жаңағы прокрус әдісі өте жақсы көмектеседі. Қарап отырсақ, біз сызбамен көрсеттік артығын. Енді Мараттың ақшасынан, яғни Мараттың ақшасының артық бөлігін кесіп тастаймыз. Сонда бұл құрметті әріптестер, яғни жаңа айттық қой, артық болса кесіп тастайды, ал жетпесе қосады екен. Аяндық тәсілі. Ал бұл жерде бізге өте ұтымды жаңағы есептерді шығару жолында алгоритм қатарда жаңағы прокрустың кесіп тастау емес. Яғни біз алып тастау. Яғни математикада екіге бөлу арқылы біз не үшін біз 72-ні екіге бөліп отырмыз? Қалай ойлайсыздар? Кесіп тастағанның жарты бөлігін табу үшін. Кесіліп жаңағы 26-ны алып тастадық, содан 74 қалды, 74 екі бөлгенде 37 болады. 74-тің тең жартысын табу үшін. Басқаша айтқанда біз не істедік? Марат пен Серікке бөлдік екен. Яғни теңестіріп жібердік. Теңестіру. Яғни дұрыс айтасыз, теңестіріп жібердік. Және теңестірдікте сонда артығын қостық. Сонда бізде қандай сан шықты? 63. Ал екіншіде біз қараңыздар, екіншіде уже біз қандай нені қолданып отырмыз? Әдісін? Қосу әдісі. Дұрыс айтасыз, қосу әдісі. Жаңағы тағы да не істеп жібердік біз? Яғни соссақ бізде 126 екі балаға Марат пен Серікке бөліп жібердік, екі балаға. Сонда 126-ны екі бөлеміз 63-тен келіп тұр, сонда әр балаға 63-тен келіп тұр. Артығын тағы да азайттық. Бір балаға 63-тен келіп тұр. Маратқа 63-тен, Серікке де 63-тен келіп тұр. Жақсы, рахмет. Енді келесі тапсырмамыз біз тізбектелген 4 санның қосындысы 58-ге тең. Сандарды тап дейді. Осы есеп бойынша өз пікірлеріңізді, ойларыңызбен бөліссеңіздер. Қалай ойлайсыздар? Онда бірге отырып жұмыс істейік. Яғни қара отырсақ, бізде неше қосылғыш бар? Мен есептің шартына керек, 4 санның қосындысы. 4 санның қосындысы. Ендеше бізде құрметті әріптестер, яғни алдымызда неше қосылғыш тұр? 4. 4 қосылғыш тұр. Енді қарап отырсақ, 6 бірінші қосылғышта, бірінші шамалымызда 6 қосылды 6 қайдан шықты? Осы жерді балаларға қалай түсіндірер едік? 6-ның, мысалы, 1 қосу 2, қосу 3 дедік. 6-ның алдында, енді, мысалы, 5 деген сан бар. Соны 5 деген сан бар, 5-ті, жаңағы 6-ға
Аха. Біз білеміз. Тізбектелген сандар. Сіздер білесіз, тізбектелген сандар деп. Ендеше бізде бірінші қосылғыш А болса, әрине екінші қосылғыш одан бірге артып отырады. Иә, артып отырады. Үшінші қосылғыш? Екіге артып отырады солай. Иә, дұрыс айтасыздар. Иә. Сонда біз несін тауып алдық? Нені таптық? Белгісі сан табу керек бұл жерде аны. Не істедік ол үшін? Ол үшін біз не істедік? Артық сандарды таптық. Содан кейін енді 58-ден не істедік? 6-ны не үшін алдық? Артық санды таптық. Жарайды, жақсы, оған да келістік. Енді 52-ні 4-ке бөліп отырмыз. Осы жағына көмектесіңіздер. Не үшін? Қандай мақсатпен 52-ні біз 4-ке көбейттік? Бөлдік, тізбектелген 4 санға бөлдік. Кешіріңіздер. Неліктен? Тізбектелген 4 санға. Бірде қосылғыштар табу үшін. Яғни, біз тағы да не істеп жүрдік? Теңестіріп жібердік. Содан кейін теңестіргеннен кейін біз білсек, теңестіргенде әр қосылғыштың орнында қандай сан болар еді? Тең болса егер? 13 болар еді. Бізге белгілі 13 бірінші қосылғыш болса, екінші қосылғыш бірге артып отырады. Артып отырады. Иә. Сонда аның орнына жаңа 13-ті қоямыз да бірге арттырып отырамыз әр санды. Тағы да бұны енді қандай әдіс деп айтуға болар еді? Бүгінгі жаңағы тақырыбымызға байланысты. Қалай ойлайсыздар? Жақсы. Бұл тағы жаңағы біздің Прокрус көмекке келіп тұрған алгоритмда Прокрус әдісімен келдік. Жаңа біз артығын азайттық. Енді қараңыздаршы, екінші бақанда не тұр? Мана біз кестік біріншіде артығын, ал екіншіде не істеп тұрмыз? Ұзартылды. Иә, дұрыс айтасыз, ұзартып тұрмыз. Міне осындай Прокрус тәсілін бірінші сыныптан бастап балаларға қолдансақ, бұл балалардың жаңағы ойын жетілдіруге бірде-бір көмек. Алгоритм меңгертіп алсақ, балаларға еш қиындық туғызбайды. Ол сандарды алдарыңызда көріп тұрсыздар. Мен оқып уақыт кетірмей ақ қояйын. Енді бізде комбинаторика. Оның несін оқымай ақ қояйын, алдарыңызда өздеріңіз оқып алыңыздар. 10 адам бір-бірімен қол алысып амандасты. Неше қол алысы болды. Яғни бұл жерде шешу сіздерге дайын тұр. Қарап, тек қана талдап айтсақ. 9, 8, 7, 6, яғни азайып отыр. Осыны кім түсіндіріп жүреді маған? Қиму арқылы. Дұрыс. Яғни 10 адам не істейді? Азайтылады бұл жерде. Иә, 10 адам ол өзімен өзі амандаса алмайды, 13 адам, иә? Сондықтан ол алдындағы неше адаммен амандасады? 8-мен. 9 адаммен амандасады. Иә, ары қарай кемей береді. Иә, қол алысып. Иә, егер құрметті әріптестер, осы 10 адамды 9 адам деп өзгертіп тастасақ, жауап қандай болар еді? Осы алгоритмді сүйенсек. Онда 8-ден басталады. Сонда жауабы қалай болады? Қол алысу неше болады еді? 44 па? Дұрыстап есептеп жүрсеңіздер. Дәл осы алгоритм қолданыңыздар. 45-пен ба? Қырғыш болады. 9-дан басталады ғой. 9 адам болады. Ол неше адаммен амандасады? 8 адам. Сонда нешеден басталып тұр? 8-ден. 8-ден басталып тұр. Ал есептеңіздер. Сіздер теңестіріп жүріңіздерсе 8-бен 2, 7-бен 3, 6-мен 4. Сонда есептеуі жеңіл болады. 8-бен 2, 1 ондық, 7-мен 3, 2 ондық, 6-мен 4, 3 ондық, 2-мен 1, 6. Қанша шықты? 37. 36. Жақсы. Келесі әдісті қарап шығуларыңызға болады, өздеріңіз оқып. Әр неге тоқталмай ақ қояйын. Бұл да дәл сол әдіс.
қараңыздар. Кеміп отыр, иә? Оқуға оқып шығыңыздаршы өздеріңіз. Шешуі сіздердің алдарыңызда. Президенттің орнына кез келген жұмысшы сайлануы мүмкін, иә? Мысалы, 9 жұмысшы да президенттің орнына. Келесіде бірге кеміп отыр. Есепшіде уже 8, а хатшыда 7. Сонда бізде 504 әдіспен таңдалуы мүмкін екен. Келесі, дерекелі принцип элементтерімен орналастыратын контейнерлер туралы. Бұнда есептер, құрметті әріптестер, бізде өте көп. Әсіресе 4-ші сыныпта. Ыдыста 9 бал кәмпит, және 8 шоколад кәмпит бар. Ең болмаса біреу бал кәмпит болу үшін ыдыстан неше кәмпит алу керек? Неліктен 9 кәмпит алу керек деп отырмыз? Қалай ойлайсыздар? Жауабы біздің алдымызда. Сіздерге жеңілірек жауап беру. Неліктен 9 кәмпит алуымыз керек? Неге біз 8 алмаймыз, 7 алмаймыз? Өйткені 8 кәмпит алсақ, 8-де не болуы мүмкін? Шығуы мүмкін. 8-де балға жетпей қалады. Я, біз, мысалы, ол ішінде 9 бал кәмпит, 8 шоколад жатыр. Біз 8 алсақ, ол 8-де шоколад болып білінуі мүмкін. Сондықтан бізге алу керек нешені? 9. Дәл осында есеп, екіншісіде. Қарап отырсаңыздар. Ең болмаса біреу көк орамал болып шыға ма, біреу ақ орамал болып шыға ма дейді. Қалай ойлайсыздар? Жауап сіздердің алдарыңызда. Бұл жерде егер ол бірыңғай көк алатын болса, бұл жерде 10 көк орамал бар ғой, онда 8 көк орамал алып шығуға болады. Мен болатын болса, онда 7. Бұл сынып менің сыныбым. Сондықтан бұл күрделі түрлері келіп жатыр, иә? Так, жиынның не екенін білеміз, сіздердің алдарыңызда жаңағы анықтамасы тұр. Енді осының шешу жолында түсіндіріп өтсек. Бұл жерде де жауабы сіздердің алдарыңызда. Тек қана маған жаңағы бір-бірімізбен талдап өтсек. 12 күшіктер ішінде 8 салпаң құлақ және 9 қабаған бар. Ал басқасы жоқ. Сондықтан осы күшіктер ішінде нешеу қатар салпаң құлақта және қабағанда болады? Бұл жерде 8 салпаң құлақ, қабағаны 9. Оның бұнда енді ортақ мүшесін табу керек қой ортасында. Жаңа 5-еуі деп көрініп тұр. Енді бір сұраққа, жақсы, рахмет. Ал бір сұраққа жауап берсеңіздер, 9 мен 8-дің қосындысын қандай мақсатпен таптық? Себебі бұл жерде салпаң құлақтар мен қабаған күшікті Барлығын таптық. Иә, қабаған иттердің екеуінің. Неліктен? Себебі бұл жерде не? Жаңа 8 салпаң құлақ, 9 қабаған күшік аралас болып тұр. Барлығын табу үшін. 17 нені білдіретін еді? 17. Онда мен өзім сіздермен бірге жұмыс істеймін. Яғни, егер бізде 9, тек қана 9-ы қабаған болса, тек қана 8-і, тек қана салпаң құлақ болса, онда бізде
17 küçük var edi. Солай ғой? Al bizde 17 küçük жоқ. Сондықтан 12 бізде. Иә, бізде 12 күші қой. Жерде аралас болып тұр. Аралас болып тұр ғой. яғни қиылысу, иә, біз қиылысуын тауып тұрмыз. Екі шеңбердің, ненің, қиылысуы. Жиын. Жақсы, түсінікті болса, келесі есепке шығайық. Так, енді келесі есепте, құрметті әріптестер, оқып шығыңыздар. Тек қана мен сұрақ қоям. Бұл жерде де шешуі бар. Тек қана мен сұрағыма жауап берсеңіздер, жеткілікті. Бірге жұмыс істеп отырайық. Так. Бір шаруашылықта 35 адамның бәрі де маман. 24 кісі тракторшы, 18 кісі шофер, 12-сі комбайншы, кейбіреу 2, ал кейбіреулері 3 мамандықты игерген екен. Демек, 10 адам тракторда машинында жүргізеді, 8 адам трактормен комбайнда, 5 кісі комбайнмен машинаны жүргізеді, неше кісі 3 мамандықты игереді. Так, енді бірінші амалда сіздер қосындыны тапқанын көріп тұрсыздар. Осы маған кім түсінді, ойлаңызбен бөліссеңіздер, қандай мақсатпен біз қосындыны тауып тұрмыз? Бұл нені біз шоферді бұл жерде барлық мамандықты да, тракторшында, шоферлықта да, комбайншында меңгерген. Дүкен ол қосылыпты, бірақ та мұнда 54 адам жоқ, барлығы бізде 35 адам. Бұның ішінде олар шофер да бар, ішінде тракторшы да бар, комбайншы да бар. Сондықтан да біз оны қосып отырмыз. Яғни жеке-жеке маман болсын, иә, тракторшы, енді жаңағы, сіз дұрыс айтасыз, бірақ тек қана деген сөзді қоссақ, тек қана тракторшы болса, онда 24 болар еді. Тек қана шофер болса 18. Тек қана дегенді қоссақ, сонда барлығы 54 адам болар еді. Енді бізде 54 адам жоқ қой, 35 адам. Сондықтан да бұның ішінде жаңа 18 шофердің ішінде комбайншы да болуы мүмкін, и тракторшы да болуы мүмкін. Сондықтан да араласып тұрғандықтан ол 54 болып тұр. Жақсы, жақсы. Енді 54-тен 35-ті азайттық. 19 нені білдіреді? Осы сұраққа маған ойларыңызбен бөліссеңіздер. 19 нені білдіреді? 54 біз айттық, 54 егер барлығы жеке-жеке маман болса, барлығы 54 адам болар еді. Ал 35 бізде, ол біздің жаңағы есептегі барлық мәлімет адам саны. Ал 19 нені білдіріп тұр? Он 19 бұл жерде мүмкін 19 бұл жерде 18 тракторшы болуы мүмкін. Себебі тракторшы бізде 24 адам ғой. Соның жаңа 54 барлығы жаңа тракторшы да, комбайншы да, шофершы да болған. Оның ішінен 54 болды. 54-тен бізде шаруашылықта 35 адамды алып тастадық. Соның ішінде 19 тракторшы болуы мүмкін. 19 тракторшы шофер комбайншы дейді десек, онда 18 және 12 адам. Себебі неге дейсіз ба? Онда 18 шофер ғана болып тұр ғой. 12 комбайншы ғана болып тұр. Ал 19 адам тракторшы болуы мүмкін. Ал ендеше жақсы. Рахмет, сіздің ойыңыз. Қазір оған біз ораламыз қайтадан. Ал енді 10 мен 8-дің 5-тің қосындысы, 3 қосындың 23 нені білдіріп тұр? Мамандықтардың саны барлық. Ол дұрыс айтасыз, мамандықтардың саны. Ал тағы да нақтырақ айтсақ. Біздің негізгі сұрағымызға оралайықшы. Есептің негізгі сұрағы не еді? Неше кісі 3 мамандықты игерген? Сонда біз 23-тен 19-ды, 23 пен 19-дың айырмасы бізде 4 болып тұр. 3 мамандықты игерген. Ендеше осыған жауап берейікші. Неліктен біз 23-тен 19-ды азайтып тұрмыз?
мамандықты игерген артық адам. Енді қарайық, 19-шы біздің негізгі сұрағымыз бұл. Негізгі жаңағы неше кісі 3 мамандықты игерген дейміз ғой. Ендеше 19 жұмысшының арасында 3 мамандықты игерген адамның саны 2 рет қайталанып тұр. Ал 23-те ол 3 рет қайталанып тұр. Жаңағы 3 мамандықты игерген адамның саны. Иә. Ендеше біз ол 3 рет қайталанса, 23-тен біз 19-ды алсақ, ол бір-ақ рет шыға келеді. 4 деген сөз. Түсіндіңіздер ғой, иә? Сонда 19-ның ішінде мына біздің 3 мамандықты игерген адам 2 рет кездессе, 8 болып, ал 23-те уже 3 рет кездесіп тұр. Егер біз екеуінің айырмашылығын тапсақ, ол 4 болып шыға келеді, бір-ақ рет кездеседі екен. Енді маған мына сұраққа жауап берсіздер. Тек қана трактор жүргізетін адамдардың саны. Тек қана трактор. 10. Тамаша. Тек қана шофер. 7. Тек қана комбайн. 3. Енді тексеріп дұрыс 3. Енді тексерсек, тракторды игерген адамдардың жаңағы Эйлер шеңберіне қарайықшы, тракторды игерген адамдардың саны. Қосылғыштарды қоссақ. Бұл жерде тракторды игерген 14 болып тұр. Себебі мына жерде шоферлардан 6-ау, тракторшілерден комбайншымыз, К дегенде комбайншымыз, комбайншылардан 3-4-еу. Біз мынау Солай ғой. Тек қана трактордың Эйлер шеңбері тұр ғой, трактордың. Соны ішіндегі қосақшы бәрін. Қосып шығыңыз. 24. 24. Міне, ендеше есебіміз дұрыс. Рахмет. Келесі есеп. Оқып шықсаңыздар, диктанттағы зат есім мен сын есім 44, сын есім мен етістік 40, етістік пен сан есім 32, сан есім мен есімдік 22, зат есім мен есімдік 50, диктанттағы зат есім нешеу. Бұл да жаңа трактор сияқты ғой. Трактор мен жаңағы комбайн сияқты. Жерде біз ол барлық жаңа зат есім, етістік, сын есімдердің барлығын қосқан. Соның ішінен жаңағы неліктен қосып отырмыз? Яғни біз егер 44, 40, 32, 22, 50 жеке-жеке болса, бізде онда қанша болар еді? Сөз табы 188 болар еді. Ал енді шамалда 188-ді біз 2-ге бөліп отырмыз. Осы неліктен? Тағы да сұрақ, неліктен? Неліктен біз 2-ге бөліп отырмыз? Біздің жаңағы цепочка дейміз ғой, е? Кездескен сөз тараптары 2-2. Цепочканы ажырату үшін біз неліктен 2-ге бөліп отырмыз? Бұл жерде тізбектеліп тұр, зат есіммен сын есіммен етістік деген сияқты. Етістікпен сан есіммен етістік, зат есіммен есімдік бұл жерде тіркестеліп тұр. Себебі зат есіммен сын есімде бар адам, бар жаңа диктанттағы есім, бұл жерде сын есіммен етістікте де кездесіп тұр. Себебі бұл жерде зат есім, сын есім етістік қой негізінде, есімдік 4-еуі. Бұл жерде тізбектеліп кетіп тұр. Енді нақты айтып жүрсек, мысалы оқушыларға біз олай айтқанмен, оқушыларға
жеткізе алмаймыз. Ал біз нақты Зат есім мен сын есім. дұрыс, ол Зат тізбекте есім мен сын есімде 44 болсын. Иә. Ал енді сын есім мен етістікке тағы да 40 болып тұр. вот оны енді қалай біз дұрыс, ол балалар оны көріп тұр, иә. 40 болып тұрғанда, 32 болып тұрғанда, енді балаларды қалай жеткіземіз ол? Балалардың көзін осыған. Неліктен екіге бөліп тұрғанымызды? Қалай ойлайсыздар? Нақты, бір ғана сөзбен. Оған сіздерге жауап келесі. Мысалы, осы сіздерге жеңіл тиіп тұр, құрметті әріптестер, өйткені сіздерде шешу жолы алдарыңызда. Сондықтан алдарыңызға қарасаңыздар, келесі амалда сіздерге подсказка енді. Кешіңіздер орысша айтып жердім. Подсказка тұр сіздерге. Жарай, жақсы. Өйткені әр сөз табы 2 рет қайталанып тұр. Сондықтан 188 болып, көмек 2 рет қайталанып тұр. Ал ол бізге 2 рет қайталанғанын керек емес. Бізге керек. Сонда біз 94-ті алсақ, ол тек қана не болып тұр бізде 94? Бізде өз неше сөз бұл жерде сөз табып тұр? Зат есім, сын есім, есімдік. Сан есім. Неше? 4. Ендеше бізге төртеу. Сонда бұл бізде артығын біз алып тастап тұрмыз, иә? 94. Ендеше 94-тен жаңа 44 пен 32 ол бізде не? Зат есім, сын есім. Зат есім, зат есім, сосын барып бұл жерде сан есім. Сонда 94-тен азатсыз не екен? Ары қарай уже жаңағы тізбек, цепочка. Ары қарай уже балаларға жеңіл болады. Енді келесі соңғы есебім сіздерге. Бұл есеп енді ұзақ, бірақ шешу жолы өте жеңіл. 3 шаруа жолаушылап келе жатып, демалыс орнына тоқтады. Тамақ дайын болмай кешіккендіктен ұйықтауға жатып қалды. Бұлар ұйықтап жатқанда аспаз бірнеше піскен картоп әкеліп қойып кетеді. Түнде тұрған бірінші шаруа жолдастарының ұйқысын бұзғысы келмей, барлық картоптың өзіне тиесілі 3-тен 1 бөлігін жеп, қайта ұйықтап қалады. Екінші шаруада түнде оянып кетеді. Ол өзім бірінші түрден деп ойлап, қалғандарының ұйқысын бұзғысы келмей, алдарындағы картоптың өзіне тиесілі 3-тен 1-ін жеп, қайта ұйықтап қалады. Ең соңында үшінші шаруада дәл осылай. Ол да өзім бірінші түрден деп ойлап, алдарындағы картоптың 3-тен 1 бөлігін жейді. Бұдан кейін қалғандары да тұрады. Бұл кезде ыдыста 8 картоп қалған екен. Аспаз барлығы неше картоп алып келген, әр шаруа неше картоптан жеді. Және қалған 8 картоп қайсыларына тиісті. Қалай ойлайсыздар, құрметті әріптестер, бұл есептің шығару жолы. Ойларыңызбен бөліссеңіздер. Барлық картоп 72 ма? Ал қалай ойлайсыздар, бұл есептің шығару жолы қалай? Қалай 72-ні тауып тұрсыз сіз? Себебі бұл жерде 3 адам, жаңағы 3 жолаушы 3-тен 1 бөлігін жеп кетіп тұр ғой. Үшеуі жеп кетіп тұр 3-тен 1 бөлігі. Сонда сіз айттыңыз 8 картоп қалды деп. 3-тен 1, 3-тен 1, 72-ні 3-тен 1-ге. Бұл жерде есептің кілті бар. Құрметті әріптестер, есептің кілті. Яғни бұл жерде бұл жерде сізге қараңыздар. Себебі бұл жерде 72-ні бөлеміз, 3-тен 1-ге 24 болды, 24 3-тен 1-ге бірінші шаруа жеп қойды ма? Екіншісінде 24 3-тен 1-ге бөлеміз, екінші жаңа жолаушы 8-ден 1 бөлігі жегенде жаңағы үшінші неге, үшінші жеп отыр, иә? Енді мен бір сіздердің көңілдеріңізді мынау есептің мына жолына аударғым келеді. Ең соңында үшінші шаруада дәл осылай олар. Мен бірінші тұрдым деп, картоптың 3-тен 1 бөлігін жеп қойғанда, картоптың неше бөлігі қалып қойды? Ол ойлады, мен бірінші тұрдым. 2 бөлік қалды. 2 бөлік қалып тұр. Енді қарап жүрсек, есептің шешу жолына.
Сонда нешеуі шаруа жеген екен? Яғни бұл есепті, құрметті әріптестер, кері жүру арқылы соннан бастаймыз. Соннан. Көрдіңіздер ғой? Сонда қарап отырсаңыздар, шешуі сіздердің алдарыңызда барлығы 27 картоп әкелген екен. Яғни біз есепті кері жүру арқылы шығардық. Жаңағы есептің кілті ол 3-тен 1 бөлігін жесе, 2 бөлігі қалып тұр. Менің бүгінгі дайындаған баяндамам осы, құрметті әріптестер. Сіздерге үлкен рахмет. Бірге ойларыңызбен бөліскендеріңізге. Жақсы? Рахмет сізге. Рахмет.